oturdu Koçkuyruk'ta. Sol кезде келді de Abu Bakr radıyallahu anh oң жағына келіп отырды. Umar radıyallahu anh келіп сол жағына отырды. Osman radıyallahu anh келіп алдына қарама қарсы келіп отырды. Осы жерде Abu Bakr, Omar, Osman radıyallahu anh'ды өз тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленген қанша адам бар? 10 адам бар. Осы жерде Omar, Osman, Abu Bakr radıyallahu anh тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленген жер. Осы жерде пайғамбарымыз алейхиссалам оларды жәннатпен сүйіншіледі бірінші. Екіншіден, тағы да бұл құдықтың тарихы Осман радиаллаху анхудың халифатында пайғамбарымыздың мөрі болды ғой. Сақина мөрі басатын. Сол Абу Бакрге қалады, Омар радиаллаху қалады, одан Осман радиаллаху қалады ғой. Bir күні Осман радиаллаху осы жерде дәрет алып жатыр, жаңағы печать түсіріп алады. Сөйтіп осы ішін іздеп суын бәрін шығарады, барынша іздейді. Сол күйі таппайды ғой болды. Содан кейін осыны жауып, содан кейін мына қара. Бе'рл хатам деп аталған. Ол жерде жазылды. Қайда жазылды? Міне. Бе'рл хатам. Печат құдығы деп аталады. Тарихи орын. Арабша түсіріп алсаңыздар кейін аударып, маған сенбесеңіздер аударып аласыздар. Дұрыс айтты ма, дұрыс айтпайды ма?